60-тан кейін намаз оқимын дейді. Мына мешіт ақысы намазы бар ғой жігіттер, осыны кішкене айта кетейін. Мешіт намазы ақысын уағыз айтылып жатқан кезде оқудың қажеті жоқ. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар, мешітке кірген кезде 2 ракағат мешіт намазын оқымай отырмаңыздар деген. Бірақ одан кейін айтылған тағы бір хадис бар. Жаңа хадис ұстанып қалған кейбір жігіттер кесе болды оқиды. Бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мына бір 3 адам жайлы. Мешітке 3 адам кіріп келеді. Біреуі жамағаттың ортасына кіріп отырады, біреуі жамағатты үркітуге ұялып шеттен отырады, үшіншісі қарап тұрады да шығып кетеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мына үшеуі жайлы хабар берейін ба деген кезде беріңіз дейді сахабалар. Сонда айтады, кіріп ортаға кіріп келіп отырған адам Алла тағала осы топпен бірге оны өзінің панасына алады. Екінші, шеттеп оларды үркітуге ұялып шеттен отырған адам, ол Алла тағала оны азаптауға ұялады ертең дейді. Ал ана кіріп бұрылып шығып кеткен адам, Алла тағала одан теріс бұрылады дейді. Енді осы жерде не түсіндік десе, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кіріп келіп отырған адамға бұны Алла тағала көппен бірге панасына алды деп айтады, бірақ тұрда намаз оқы деп айтпайды да. Біздің айтқымыз келген осы. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, ей Абузар, Абузар деген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүйікті сахабасы болған. Радиаллаху анху. Ей Абузар, сенің бір сәт білім алғаның 1000 ракағат нәфіл намазыңнан артық деп айтады. Бізде қазір дүниеге намазға кіреді, бәрібір ол адам намазда тұрады, бірақ сізді тыңдап тұра береді да. Біз білім айтып жатырық па? Біз өзіміздің үйіміздегі малымыз санап атқан жоқпыз. Біреудің историясын, біреудің қайтып келген қызын, сатылған сиыр жайлы айтып атқан жоқпыз. Біз пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөздерін айтып жатырық. Енді сіз бізден білімді шығарсыз, бірақ пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сөздері айтылып жатқан кезде құрмет ретінде отырғанымыз дұрыс болады. Өйткені бәріміз білеміз, намаз оқып тұрып жан-жанымызда не болып жатқан, біздің локаторларға жақсы түсінсеңіз. Намазда тұрамыз, бірақ жанымызда кім келгенін біз жақсы байқап тұрамыз. О, мынау келді ғой, что-то кешігіп келді ғой деп ойланып тұра береміз. Сол үшін ағайындар дұрыс жағына жүре білейік.